بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın iyiliğimin selemi bağışlanıza olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlarмен сәлемдер болсын inşallah. Тағы да Аллаға сансыз шүкірлер айтамыз, мақтаулар айтамыз. Біз әсте Аллаға шүкірмен мақтау айтудан еш уақытта жалықпауымыз керек. Міне Аллаға шүкір, тағы да бір күнде Алла бізге нәсіп етіп, сол күннің аяқталуын нәсіп етті иншалла. Білесіздер, иә? Кеше Данияр бауырымыз айтқан хадисінде, егер естеріңізде болса, ораза ұстаған адамның екі қуанышы бар деп. Соның бірінші қуанышы қандай еді? Ауыз ашқанда. Қасиетті Рамазан айының Алла разылығы үшін ұстаған оразаның кешкі ауыз ашар уақыты. Ол уақытта адам баласы бір уақыт таппай кетеді жақындаған сайын. Уақыттың бір өтпей кетеді жақындаған сайын. Не нәрсеге? Өйткені Алланың берген берекетіне аузын ашуға асығады ол. Керемет анау бір сөздерде таусылып қалады, кішкене үнсіздікпен отырады, мынау уақыт өтпей ма деген сияқты. Ол Алланың берген берекеті де әр нәрсе. Сол бір жұтым суды ішкен кезде сенің мынау ішінде сол мынау жұтқан жұтымын ішінде барған кезде бір керемет әлемді бөледі ғой ішін. Бір рахаттанып сезінесің де анау суды. Ол да міне көрдіңіздер ме? Алланың беріп қойған бізге нығметі. Қуанышы иншалла. Соған аман есен жеткеніне қуанасың иншалла. Өйткені әр адам ауыз ашарға әртүрлі халде жетеді ғой, иә? Бір адам қатты жұмыс істеуі мүмкін, сол жұмысының барысымен ораза ұстауы мүмкін. Бір адамның қолы бос болуы мүмкін, иә? Бір адам кәрілігімен қиналуы мүмкін. Бір адам сапар жүріп қиналуы мүмкін, иә? Әртүрлі ғой. Міне сол ауыз ашар уақытта барлығы сол әртүрлі себептермен келіп ауызды ашқан кезде рахаттанасың. Не нәрсеге? Аллаға шүкір етуге. Я Раббым, сансыз шүкір міне. Аман есен жеткіздің міне осы бір жұтым суға. Қандай керемет дәмді аласың. Біз жаратылысымыздан пенде болғаннан кейін біздің нәпсіміз мынау болманшы сөздерге үйреніп қалады ғой. Біз мынау Аллаға қатысы жоқ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға жалпы дінге қатысы жоқ сөз болса, керемет ашылып әңгіме айтамыз. Біреуді ғайбаттау тұрғысынан болсын, тағы да басқа нәрсе тұрғыларынан болсын, ол әңгімелеріміз жүйелі және тақырып бойынша кетеді, ол таусылмайды. Ал енді Раббымыз туралы әңгімелер айтылған кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның бізге көрсеткен үлгілері туралы әңгіме айтылған кезде, көбіміз сол ортада отырғанымызбен кішкене шыдамымыз оған төтеп бере бермейді. Кезірек болса екен деген сияқты нәрселермен. Жан дүниеміз соны құлағымыз естігенмен, жан дүниеміз не нәрсе? Қатты жақтыра бермейді. Не үшін? Өйткені біздің жүрегіміз ол нәрсеге толыққанды толықпағандығы үшін. Сен не нәрсені жақсы көрсең, сол нәрсе сенің құлағына сіңімді бола береді. Ал не нәрседен алшақ болсаң, ол әңгіменің барысын сен тыңдаған келмейді. Сондықтан да иншалла қасиетті Рамазан айында жүрегімізді жібіте білуіміз керек. Алланы тану тұрғысында көптеген әрекеттер істеп, өзіміздің осы бір насихатымызды да кеңінен дарыта біліп, соны тыңдай білетіндей, жүрегіміз Раббымыз туралы бір құлағымыз әңгімені шалып қалған кезде отыра қалып тыңдайтындай халге жетуіміз керек. Қашатындай емес, тыңдайтындай халге жетуіміз керек. Міне сол кезде біздің жүректеріміз оянады.
Біздің жүректеріміз ашылады, сол кезде жүрегіміздің ішінен бір жылулықтар пайда болады иншалла. Ал жылулық бар жерде барлық нәрсе орын алады. Алла Тағала иншалла біздің осы амалдарымызды еселеніп істеуін нәсіп етсін. Алла иншалла қадамдарымызды сауаптан болсын, қатарымызды көбейтсін иншалла. Бүгін қандай керемет, міне көптен бір жамағатты бас қоспап едік, бүгін бір бас қосып сондай енді өзімнің тарапымнан бір қуаныш сезімде отырмын. Иншалла сіздермен бірге ас дәм ішкеніме, сіздермен бірге бір стол басында отырып, сондай бір көңілді күйде өзімнің көңілім көтеріліп отыр иншалла. Осындай көңілді болған тұстарымызды Алла Тағала көп етсін. Жамағатымыздың ауызбіршілігін нығым етсін иншалла. Жамағаттарымыз мол болсын. Алла Тағала барша шаңыраққа берекеті мен жақсылығын нәсіп етсін. Алла